Крайон. Майкл Томас және жеті періште. Бұл роман тәмсілдің авторы Крайон есімді тәнсіз рух пен Ли Керрол атты азамат. Романның бас кейіпкері Майкл жас болса да бәрінен көңілі қалған, өмірінен мән таппаған жігіт. Клиникалық өлім кезінде Майкл періштелер әлеміне саяхат жасайды. Ол әлемде Майклды 7 түрлі түсті періштелер үйі мен бір құбыжық күтіп тұрады. Ол әлемге рухани тұрғыда өзгергісі келетін көп адам барады екен. Бірақ 7-ші үйге жететіні аз. Майкл 7-ші үйге жетіп, жарық жақтың жауынгері бола ала ма? 7 үйден қандай ілім үйренеді? Ол ілімдер өмірінің өзгеруіне қалай әсерін береді? Крайонның бұл кітабы бір қарағанда фантастика жанрында жазылған тәмсілге ұқсас. Ал шын мәнінде жаңа дәуір метафизикасы бойынша ең жақсы практикалық оқулықтардың бірі. Сіз Құдайдан менің не білгенімді қалайсың деп сұрап көрдіңіз бе? Ал бұл шығармадан осы сұраққа жауапты табатыныңызға кәміл сенеміз. Майкл Томас. Майкл Томастың бір қалыпты мәнсіз өмірі өзіне ұнамайтын. Күнде бір ізбен жұмысына барады, сол жолмен үйіне қайтады. Жұмыстан қайтқан сәтінде дүкеннен тез дайындалатын кеспе алып, жалдамалы пәтеріне қарай асығады. Күнде осы көрініс. Майкл тым қытымыр жігіт еді. Әсіресе өзіне келгенде бәрін аяп қалады. Мәселен, дүкеннен жылдам дайындалатын кеспені ыдысымен алатын. Онысы ыдыс жуып әуре болғысы келмейді. Ал ыдыс жумасаң, әрине су үнемдейсің. Және бұл ісін жұмысына барғанда мақтанып айтып отыратын. Кейде жарықта жақпаймын. Кеспемді шемде жата қалам. Ал ең дұрысы аз тамақтану. Тамақтан пайда жоқ дейтін өзі. Тәтті десерт айтпағанда құнарлы, дәмді тағамды қашан жегені тіпті есінде жоқ. Сен үйсіздер орталығына орналассаңшы, сол кезде мүлде шығынданбайсың деп досы Джон әзілдейтін. Майкл негізі өте мейірімді, ақ жүрек, адал жан. Елпілдеп, айналасына көмек қолын созуға қашанда дайын тұрады. Өзі өтірік айтуды білмейді, шындықты жаны сүйеді. Бастысы Құдайға қатты сенеді. Олай дейтінім, ата-анасы көлік апатынан қайтыс болғанда, Майкл 21 жасында жалғыз қалды. Ол үйінде бұрыл еді. Әке-шешесі де жол апатына себепкер болған келіншекте тілге келместен көз жұмды. Қайғыдан қан жұтып отырғанда Майклға сол күні шіркеудегі әкей келіп, көп рухани әңгімелер айтып жұбатқан болды. Сосын Майкл, сен Құдайға сенесің бе деп сұрады. Әрине сенемін, жан тәніммен сенемін. Тек дәл қазір Құдайдың маған қарауға уақыты болмай жүрген секілді. Уақыты келгенде менің де бақытты таңым атар деді Майкл мұңайып. Сол бір қаралы күнде Майкл Құдайдан күдер үзбеді. Майклдың өзін бағаламайтын, құнын білмейтін мінезі жолының ашылуына кедергі секілді. Өзін қор санағаннан, адамдармен бетпе-бет отырып істейтін жұмысты таңдамай, тек телефон арқылы сауда жасайтын қызметке кіріп алды. Бір жақсы қасиеті, Майкл өтірік айтпайтын болған соң ба, сөйлесіп отырған адамды сендіре білетін. Сол себепті саудасы жақсы жүретін еді. Ұзын бойлы, бидай өңді, әкесіне ұқсаған Майклға қыздар сырттай қызыға қарайтын. Тек Майкл ешкімге көз қырын салмайды. Себебі ол бір ғана қызды сүйді. Ол қызды бар жан тәнімен сүйді. Отбасын құрам ғой деп армандап жүрген еді. Тек сүйгені бұған деген еш сезімі жоғын. Араларында бәрі біткенін айтқанда аспан айналып жерге түскендей болды. Одан бері де талай уақыт өтті.
Тек Майклдың жан жарасы жазылар емес. Қыдырып ешқайда шықпайды, ешкіммен сөйлеспейді. Әбден күйзеліп бітті. Жұмысына барады, келеді, бітті. Үйінде өз сияқты жалғыз балығы бар. Оған Марғау деп ат қойған. Кешкісін балығымен сөйлеседі. Майклдың қызықсыз күрең күндері осылай өтіп жатты. Ал біздің негізгі оқиға осы жерден басталады. Майкл әдеттегідей жұмыстан келе жатып күнде соғатын дүкенге кіріп азық-түлік алды. Бүгін тіпті мандарин, түрлі көкөністерге ақшасын қиды. Сол күні күн тұманданып, жауын тоқтаусыз жауып тұрғанды. Майкл жалдамалы пәтеріне жеткенше қас қарайып, ымырт жабылды. Ескі пәтердің есігі қисықтау еді. Бар салмағымен итеріп тұрып бармасаң, оңайшылықпен ашылмайды. Майкл есікті бар күшімен ашып қалғанда тарс етіп қабырғаға соғылды. Ал бұл уақытта үйде бөлме-бөлмені тінтіп жүрген ұры бар еді. Қабырғаға соғылған есік дыбысы ұрының зәресін алды. Сайтан алғыр. Ұры өзіне қақшиып қарап қалған Майклға қарай тура жүгіріп, жағасынан жұлып алып жерге ұрды. Ал есік жабылып қалды. Майкл қаныпезер ұрымен оңаша қалды. Ұры терезені сындырып кірген сияқты. Майкл дәл сол әйнек сынығының үстіне құлады. Әкелген азық-түлігі, көкөніс, жемісі жерге шашылды. Қаныпезер құрбанын аяқсыз жоқ. Майклдың үстіне отырып алып, қан сасыған қолдарымен мойнына жармасып тұншықтырды. Бұрын соңды шекіспеген бұл ешкіммен төбелесіп көрмепті. Ал қазір жан алғыш дәу үстіне төніп тұрғанында еріспек емес. Бар күшімен қысқа бойлы ұрыны итеріп жіберді де бір-екі жұдырық сілтеп үлгерді. Қанша дегенмен машықтан адам емес пе? Ұры да беріспеді. Құрбанның ішінен аямай тепкіді. Көзі қарауытып, Майкл шалқасынан түсті. Әйтеуір соңғы көргені құлап бара жатып қолы аквариумға тиіп кетті. Өзімен бірге аквариумда жерге құлап, марғауының жерге аузын ашып тыпыршып жатқаны. Бойы қортық ұры мұны басынан ішінен оңдырмай теуіп жатты. Ал Майкл бұл кезде есінен танған күйде жерде сұлқ түсіп жата берді. Көрші, тыныштық па? Тарсылдарған небір дыбыстар шығып жатыр ғой. Қарғыс атсын бәріңді. Ұры тепкісін тоқтатып, есік жаққа назар салды. Майклдың көршісі сияқты. Қисық есікті ашып алғанша ұры терезеден қашып үлгерген болатын. Масқара, құдайым-ау, қазір, шыда көрші. Көршісі қанға боялып жатқан Майклды көрген бойда не істерін білмей, сасқалақтап жүріп, жедел жәрдемге қоңырау шалды. Алғашқы кездесу. Майкл өзіне беймәлім жерде оянды. Бұл жер үй емес, аурухана да емес. Бір тып-тыныш жер. Өз демінен өзге бір дыбыс жоқ. Өлі тыныштық. Жан жағы әппақ. Төсегі де, төсек жапқышы да бәрі ақ түсті. Жалма-жан үсті басына қарады. Бүгін киген киімінде жатыр. Бет-аузын, басын сипады, сап-сау. Түсінікті. Өліп қалған болды ғой. Бірақ өлген адамның денесі болмайды деуші еді. Неге бұл денесін көріп тұр? Сөйтті де өзін оңдырмай шымшып алды. Ай! Ауырған сезіп тұрмын. Не болып кетті өзі? Амансың ба, Майкл? Ер адамның жағымды дауысы естілді.
Дауыс естілген жаққа жалт қараған Майкл өз көзіне өзі сенбеді. Артында қанаты бар, ұзын бойлы, ақ түсті киім киген періште кіріп келе жатты. Байқап қараса, періштенің аяғы жоқ. Қалқып ұшып жүргендей көрінді. Қанаты бір түрлі екен, деді іштей мырс етіп. Мен өліп қалдым ба? Деді Майкл үмітсіз, әрі сенімді дауыспен. Жоқ, бұл жай түсің ғой, деді періште. Періштенің көзінен де, даусынан да мейірім лебі есіп тұр. Майкл оның қасында өзін өте жайлы сезінді. Ақымақ адамның сұрағына ұқсайтын шығар. Бірақ қайда екенімді білсем бола ма, деді Майкл ақырын ғана. Мейірім мен сүйіспеншілікке толы киелі де қасиетті жердесің. Бұл сезімдерді сезініп те тұрған боларсың, Майклжан. Періште жақындаған еді. Айнала тіптен жарқырап кетті. Не деген ғажап түс, не деген ғажап энергия еді. Ал періштенің бәрі еркек па? Сұрақты қоярын қойып алды да, ақымақтығымды қашан қояр екем деп Майкл ерін тістей қойды. Мен адам емеспін. Әрі рухтарда жыныста болмайды. Егер еркек ретінде қабылдағың келсе, өз еркің. Періштенің беті бұлдырап тұрды. Сенің жүзің неге анық емес? Менің түрімді анық көрсең қабылдай алмай қалуың, әрі көп дүниені еске түсіруің мүмкін. Саған әзірге санаң көтеретінді көрсетемін. Жерге бармай тұрып, сенің де түр келбетің дәл менікіндей болған. Болады да. Ал бет жүзіме келсек, жақында ол туралы білетін боласың, деді періште. Жерге бармай тұрып дегеніңді түсінбедім. Жердегі өмір уақытша, жалған өмір. Оны екеуміз де білеміз, Майкл Томас. Біз сені жақсы білеміз. Дұға тілегіңде Құдайды аузыңнан тастаған емессің. Біз әр сөзіңді естиміз. Майкл сасық болды. Иә, аузынан шүкіршілігі түспейтіні рас. Бірақ әр сөзінен естейтінін білмепті. Сен адамның ойын оқисың ба? Біз сеземіз. Біздің кім тағы? Мен тек сені ғана көріп тұрмын, деді Майкл жан-жағына жалтақтап. Періште рахаттанып күліп алды. Не деген керемет энергия бұл. Майклдың денесінің әр жасушасы күлгендей сезімде болды. Бұл расында түс па? Бәрі шынайы. Тіпті өзімді шымшысам ауырып кетті. Түстің не екенін білесің бе, Майкл Томас? Түс жердегі адамның рухының Құдаймен байланысуы. Ата-анам көлік апатынан қайтқаннан кейін түсіңе енген есіңде ме? Ол да шынайы көрінді. Бірақ олар сенімен байланысқа түсті. Соңғы сөздерін айтып кетті. Періште, үйде болған соңғы жағдайды айтам. Сол оқиғада немен бар? 12 мүшем жаралы. Денемнің қайда жатқанын бір Құдай білсін. Өмір мен өлім арасында арпалысып жатырмын екен. Бәрі жақсы аяқтала ма? Тірі қалам ба? Оны уақытында көрерміз. Бәрі сенің таңдауыңа байланысты. Менің таңдауыма дейсіз бе? Майклжан, айтшы, қалауың не? Тек жауабыңды ойланып айт. Әр сөздің қабыл болатынын ұмытпа. Үйіме оралғым келеді. Жерде арпалыспен өмір сүру шаршатты. Бірақ Құдайдың мені бекерге жаратпағанын білем. Не үшін жаратса да, миссиямнан қашқандай болмайыншы. Ал тағы айналамның бәрі
мені жақсы көріп, құрмет тұтқанын қалаймын. Жүрегім тыныштық тапқанын қалаймын. Ақша деп бас қатырғым келмейді. Өткен істер мен күндердегі оқиғаларға уайымдағым келмейді. Жалғыз болудан шаршадым. Құдайдың бөлшегі екенімді сезінгім келеді. Және екі дүниеден ақпарат алу арқылы айналама көмек бергім келеді. Сіз сияқты болғым келеді, періште. Періште Майклға жақындап: ақ жүректі Майкл, қалауың болсын. Тек үйіңе оралу үшін саяхат жасауың керек. Адамның таңдау еркі мен ниетіне әсер ете алмаймыз. Сол үшін жиһан кезіндегі таңдауды да өзіңе аманаттаймыз. Біз тек демеушіміз. Осыны ұмытпа. Саналы түрде дұрыс таңдау жасасаң, үйіңе орала аласың. Дайынсың ба, Майкл, саяхатқа? Дайынмын. Сол-ақ екен, Майкл бейне бір трактор оты алғандай діріл сезініп, ғайыптан төбеден көкшіл күлгін түс пайда болып, төбесінен құйылды. Оның сыртынан сары түсті жарық пайда болды да, күлгін түстің қаптады. Періште көрінбей қалды. Қайдасың, періште? Сен менен де көлемді болып кеттің, Майкл. Қорықпа, қасыңдамын, деп күлді періште. Үйіңе оралу үшін саяхат жасайсың деген едіңіз. Сол туралы айтып беріңізші. Бұл көп күндік саяхат, ақ жүрек Майкл. Заттарыңды жинап, дайын бола бер. Үйіңе жетпес бұрын жеті періштенің үйінде қонақта болып, ілім үйренесің. Кім екеніңді танисың. Жеті періште де маған ұқсас. Бұл саяхатта сені ешкім қинап, мәжбүрлемейді. Кез келген уақытта кері қайтуға болады. Жолда сен күтпеген жағдайлар болуы мүмкін. Қауіпті етену ғажап емес. Егер еңсеріп шықсаң, ғажапқа толы үйіңе кіре аласың. Есіңде болсын. Бәрі сен ойлағандай, бас көзіңмен көргендей емес. Дәл қазір көріп тұрғаның ақиқат нәрсе, Майкл. Ал баруға мәжбүр физикалық уақытша әлем. Сендер сабақ алып, тәжірибе жинақтау үшін құрылған планета, деп періште қолын Майклдың тамағына қойғаны сол еді. Майклдың басы айналып, лоқсып кеп жіберді. Саяхаттың басы. Басын төмен қарат. Тез, құсып жатыр. Жұма күні кешке әдеттегідей жедел жәрдем бөлімі толы еді. Есін жиды ма? Майклды жедел жәрдеммен әкелген көршісі дәрігерден сұрап жатты. Иә, оянды. Басын бірнеше жерден тіктік. Астыңғы жақ сүйегі шытынаған. Әзірге сөйлеу қиын болатын шығар, деді дәрігер. Майкл көзін ашты. Төменгі жақ сүйегі шыдатпай ауырып тұрғанын сезінді. Аузын ашалар емес. Қап, жаңағының бәрі түсі болды ғой. Бірден көңіл күйі түсіп кетті. Палатаға кірген медбикеге сөйлейін деп аузын ашқаны сол еді, жаны көзіне көрінді. Ояндыңыз ба? Ауырып кетті ме? Тез бастыратын дәрі берейін бе? Бірақ осы дәріні ішпесеңіз тез жазыласыз. Жағыңыз қайта сынып кетпепті. Жаттығу жасасаңыз тез жазылады, деп медбике өзі сұрақ қойып, өзі жауап беріп палатаны жинастырып жүрді. Майкл жағын қозғалтпай, аузын ақырын ашып, мен қайдамын деп сұрады. Беверли Хиллстағы жеке клиникадасыз, Томас мырза. Сіз кеше жедел жәрдем бөлімінен бізге түстіңіз. Жақын арада шығасыз. Майкл шошып кетті. Мұндай клиниканың бір күндігінің өзі $2-3 мың. Ақшаны қайдан алам? Деп уайымдап, маңдайынан суық тер бұрқ ете қалды. Майклдың түріне қарап,
Мазасызданғанын түсінген медбике: «Бәрі жақсы, Томас мырза. Әкеңіз төлемді жасап қойды». «Марқұм әкем қалай төлейді?» Майкл бірнеше секунд үнсіз ойланып қалды. Бар күшін жинап, аузын жымқырған күйі: «Сіз оны көрдіңіз бе?» «Иә, әкеңіз сымбатты екен. Ұзын бойлы, сізге ұқсайды. Дауысы да сондай жағымды. Қолма-қол ақшамен қызметтің бәрін төлеп қойды. Еш уайымдамаңыз. Айтпақшы, сізге хат қалдырды». Әкесі екеніне күмәнданып тұрса да, Майклдың жүрегі өрекпіп қатты соға бастапты. Медбике 5 минуттан соң хатты әкеліп берді. «Амансың ба, Майкл? Бәрі сен ойлағандай бас көзіңмен көргендей жазылуыңа тілектеспін. Және заттарыңды жинастыра бер. Саған берілген қасиетті қабыл ал да жолға шық. Қалай жүру керегін уақытында көрсетіп отырамыз. А.Н.» Түс емес екен. Түс емес. Әне, бәрі сен ойлағандай емес деп жазылған. Соңғы рет періштеде дәл солай деген. А.Н. деген сөзі нені білдіреді екен? Аты жөні ме, деді медбике түсінбей. Майкл хат соңында ақ ниетпен деп жазылғанын түсіне қойды. Сондай керемет күй кешіп жымиды. Келесі күн күтпеген сәттерге толы болды. Майклдың жарақаты аз уақытта тез жазылып, емханадан шықты. Әуелі өзіне еш ұнамайтын жұмыстан шығып кетті. Сосын досы Джонға хабарласып, демалысқа кететінін айтты. Досы қанша өтінсе де, қайда саяхат жасайтынын айтпады. Себебі ол өзі де білмейтін еді. Майкл велосипед, теледидар және басқа да қалған заттарын алып көршісіне тастады. Көршісі қатты таң қалды. «Қажет болса керегіңізге жаратарсыз, қажет емесін қайырымдылық қорына өткізесіз бе, көресіз ғой» деп, тек ата-анасының фотоларын, керек кітаптарын салып екі чемоданды ғана қалдырды. Марғау балығын қайта сол күні көршісі аман алып қалыпты. Балығы көршісінің аквариумында басқа балықтармен бірге жүзіп жүргенін көріп, Майкл қуанып қалды. Ата-анасының фотосына қарап тұрып, Майкл: «Дұрыс таңдау жасадым деп есептеймін. Жақында қастарыңа барам. Мені қолдап, қорғап жүріңдер», деп жолға дайындалды.